Армысыз ағайын. Мынау Ирандағы жағдай күн сайын ушығып барады. Көрмейін десем көзім бар, айтпайын десем сөзім бар деген әңгіме болып тұр дәл қазір. Халықтың наразылығы елдің бүкіл аумағына тарап үлгерді қазір, өздеріңіз білесіздер. Мыңдаған адам ұсталып, жүздеген адам өлді деп жатыр қазір. Елде интернет жоқ, хаос. Интернет толық өшірілді, ешқандай ақпарат сыртқа шықпайды, немесе ешқандай ақпарат ішке кірмейді. Халық бірнеше Иранның ірі қалаласын аятолладан тартып алды қазір. Енді билік радикалдық адамдарға барады. Қарулы әскермен қақтығыс күшейеді, соңынан құрбандардың саны еселеп өседі. Осының бәріне сырттай қарап отырасың да ойланасың. Не жетпейді? Жалпы адамның адам болып қалуына не жетпейді деген сұрақ саған да бір ауа жеткізбей мүжейді екен. Негізі бұл дүниеде бәрі ескіреді екен ағайын. Дүние де ескіреді, сол дүниені билеп тұрған адамдар да ескіреді. Ал оны қайтадан қалпына келтіретін күштің аты халық. Иранда қазір бәрі ескіріп тұр. Бір заманға сай өзгеріп, қоғамға сай жұмыс жасай алмайтындықтан құлайын деп тұр бұл мемлекет. Яғни аятолланың басқару моделі өзінің тарихи лимитіне жетті ағайын. Бұл модель 1979 жылғы революциядан кейін қоғамды бір мақсатқа жұмылдыруға, жалпы исламшылдарға бір батысқа қарсы тұруға, тұтас элитаны біріктіруге жарап тұрды. Себебі ол кездегі Иран қоғамы ертегіге сенетін. Не важно қандай ертегі? Ең бастысы ол ертегі әдемі айтылса болды дегенге сенді, және соған сай ертегіні жақсы айтатын басшысын өздері сайлап алды ол кезде. Одан кейін не болды? Одан кейін халықтың көзі ашылды, себебі интернет келді. Қазір әлемнің айдынында жүзіп бара жатқан ақпаратты бір саусақпен қаратып алатын заман. Иран халқы ұйқысынан ояна салып, телефонын ақтарған сайын ойланды, біз не істеп жатырмыз осы деп. Біз қайда кетіп барамыз? Бізді жалпы кім бастап барады? Жалпы біздің бүкіл әлемнен осылай оқшауланып өмір сүргеніміз дұрыс па өзі деп ойланды олар, төсегінде жатып. Жастар ойланды, бірақ аятолла ойланған жоқ. Себебі ол да өзінің заманынан қалып қойған әбден бір ескірген адам болады. Бүгінде Иранда мүлдем басқа қоғам қалыптасқан, көзі ашылған жастар көп екен, бір цифрлық әлемнің дамып кеткен, діни идеологияны емес, жалпы еркіндікті талап ететін ұрпақ өскенін ескірген, аятолланың ескірген көзі байқағанда жоқ. Ал енді тұр, не істерін білмейді дәл қазір. Егер бір қатаң репрессия жасайын десе, жүйені уақытша сақтай алады, бірақ халқының сенімінен толық айырылып қалады. Түбегейлі бір үлкен өзгерістер жасайын десе, осыған дейінгі жасаған өзінің бүкіл реформаларына қарсы шыққандай болады. Халықтың назарын бұрып сырттан жауыз дейін десе, халқы әбден қалжырап шаршаған. Теледидардан күшті бір ақпарат берейін десе, оған уже ешкім сенбейді. Міне дәл осылай аятолланың кемесі буырқанған теңізде бағытынан айырылып мәңгіріп тұр қазір. Себебі оның кемесін алып жүретін ескек те давно ескірген. Менің ойымша, Иранды бүгінгі үлкен трагедияға алып келген аятолланың ислам дінін биліктің құралына айналдырып алуы. Ол кәдімгідей дінді өзіне толық меншіктеп, мемлекеттік бақылаудың механизмін жасады. Басында халық үндемеген соң ойына келгенін жасады. Әйелдерге қатысты саясатты қатайтты, хиджабты шешкен әйелдерді өлім жазасына кесті. Енді міне ерегескен әйелдер жаппай хиджабын шешіп өртеп жатқанын да сіздер көріп жатсыздар. Ол моральдық полиция құрды. Еркегінің де әйелінің де қалай киіну керек екенін, семьяда жалпы ара қатынасы қалай болу керек екенін сол полиция шешті. Осы факторлардың бәрі діннің де биліктің де беделін әбден түсірді, бірақ оны ескірген аятолла әрине елеген жоқ. Оның үстіне әбден арабтанып кеткен Иран жастары сонау бағзы замандарда олардың да өз мәдениеті болғанын, арабқа дейін де гүлденген парсы мәдениеті болғанын қазір түсіне бастады. Ең қиын күндерде ғана оралатын ұлттық инстинкт самосохранение іске қосылды, бір сөзбен айтқанда. Ескіні жаңаға алмастыратын заман келгенін түсінді. Тура қазіргі бір қазақ жастарының арабтар өлшеп берген мәдениеттен бас тартып, шырқырап шындық іздеп жатқан сияқты дүние ғой бұл ағайын. Қазіргі Ирандағы қақтығысты көп адам кім-кіммен соғысып жатыр деп түсінбей де қалып жатыр. Ирандағы жағдай бұл мемлекет пен қоғамның арасындағы соғыс. Яғни мемлекеті халқын, халқы мемлекетін түсінбейтін жағдайға жеткен бұлар.
бір жақта ислам революциясы сақшылар корпусы тұр айғайлап, екінші жақта көз ашық жастар, қара жамылғаннан шаршаған әйелдер, күнкөрісі нашарлап кеткен халық тұр. Өйткені ертегі кітапқа әбден тойған халық жаңаша серпін алғысы келеді қазір. Қараңғылықтан шыққысы келеді. Өркениеттің безбенінде әлемдік стандарттарға сай білімге, ғылымға, мәдениетке және дамуға жанасқысы келеді олардың. 30 жыл бұрын ұрандап қалай Хаменейді өздері қайтарып алса, 30 жылдан кейін де ұрандап солай Реза Пехлевиді қайтарып алғысы келіп тұр қазір. Билік ауысқаннан ол елде бірдеңе өзгере ме жоқ па білмеймін мен. Бірақ қарапайым халық тұмшаланып тұрған пердесін сыпырып тастап бір жарыққа ұмтылып жатқаны рас. Ирандағы биліктің әбден ескіргенін Дональд Трамп та біліп отыр. Ол бұдан кейін санкцияны одан сайын көбейтеді. Тіпті болмаса сол Мадураға жіберген жендеттерін Хаменейге де жібере салу әбден мүмкін. Жалпы Ирандағы жүйенің әбден шірігенін Путин де біліп отыр. Мәскеу ешқашан бір еркін демократиялық батыспен тіл табысқан Иранның болғанын қаламайды. Ресейге әлсіз санкциядан титықтаған батыспен қырғи қабақ Иран керек. Себебі Ресейге санкцияларды айланып өтетін жол керек. Арзан энергия алатын ел керек. Иранның элитасы да бұл нәрсені қазір жақсы түсініп отыр, бірақ қолдан келетін қайраны жоқ. Себебі ескі жүйені қайтадан жаңартып алуға олардың рухтары да духтары да жетпей отыр. Дәл қазір Ресей мен Иран билігі қалталарына пышақ салып ап, құшақтасуға қорқып отырған ескірген екі дос сияқты. Егер ғайыптан тайып Иранда билік ауысып толық бір демократиялық бағытқа кетсе, бұл ел қалай дамиды? Әрине жақсы дамиды, себебі халықтың саны үлкен бұл елде. Білімді жастары көп, урбанизация күшті жүріп жатыр. Елі мен жері ресурстарға бай, транзиттік географиясының мықты екенін айтпай-ақ қояйық. Егер санкциялар алынып, елге инвестиция кіретін болса, алдағы 5-10 жылдың ішінде Иран аумақтағы ең ірі, ең конкурентті елдердің қатарына қосылуға толық қауқары бар мемлекет, иә. Осының бәріне қарап отырып, өз еліңмен параллель жасасаң, көп ойға берілесің. Себебі біздің елде де біраз нәрсенің ескіре бастағанын көресің. Байтұрсыновтың мысалын қара ешақпен жер қазған деп тәпсірлеп қуып отырған молдаға сенетін халқың бар. Өзінің сәтсіздіктерінде, жетістіктерінде, байлығында, кедейлігінде Құдаймен байланыстырғанды жақсы көретін өте шүкіршіл елің бар. Бөрілі байрағын ұмытқан, жылқы мінездес жаратылысын бір көркем мінезге айырбастап алған қуыс кеуде жұртың бар. Көк аспанға тік қарауды ұмытып, жан дүниесін делдал арқылы жылу іздейтін жақының бар. Не мешітке барарын білмейтін, не мектепке барарын білмей, ана дүниемен байланысып қалғысы келетін, сүттің иісі әлі езуінен кетпеген еркелерің бар. Бір ірі салмақты істермен айналысып, қоғамның аяқ алысын бақылап, бажылдап өзінің ойын айтқанның орнына, ажырасқан жұлдызсымақтардың артын шұқып, руымен және туымен мақтанғаннан басқа мәртебе таппайтын бір қоғам құрып алған жоқпыз ба осы біз ағайын? Неге біздің елімізде бастысы маған тимесе болды, қалған әдірем қалсын деген принцип жүріп тұр? Кейбір жеріміз біздің сол Иранға ұқсап бара жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Мен экономика туралы айтып жатқан жоқпын қазір, мен рухани құлдырау туралы айтып тұрмын. Менің елімнің генетикалық кодына қатысы жоқ өзгенің ертегісі туралы айтып тұрмын. Сіздерге ұнаса да, ұнамаса да менің айтпағым осы, дүние жаңарып жатқан тұста бізде де біраз нәрсе ескірді дегенімде сол менің ағайын. Бірақ жақсы болсын, жаман болсын, сіз бен біздің еліміз осы. Ортақ отанымыз, мөлдір бұлағымыз да осы жер. Өзін көне түркінің сарқыт санайтын тоқыған жастары дүниені сілкіндіретін мінезі бөлек бір ерге түбінде айналармыз бізде. Әрине өз тарихымызды тереңдеп оқысақ қана. Бірақ ол қай кез? Бірақ ол қай дәуір ағайын? Сұрақ осында.